Шеге деген кім екенін өздеріңіз де түсінген шығарсыздар. Кім екенін нақты негізді бір логикаға салатын болсаңыздар түсінікті ол. Атын айтпай ақ қояйын, түрін істемей ақ қояйын. Бірақ сөзбен оның кім екенін анықтауға болады. Сол кезде Чика деген, яғни акцент түскен жігіт менімен амандасты. Мен оған сенің түрің таныс қой дедім. Ол менің бетіме қарап, мен шалмын ғой деді. Мен оған ары кетсе 30-да шығарсың дедім. Ол күлді, магазинге қарай кетті және дүкеннің есігін ашып, артындағы жігіттерге делайте деп айтты. Өзі ішке қарай кіріп кетті. Банядан шығып, сразу Қамаржай дүкенінің алдына келдік. 7-8 бала тұрды. Тура прожектор бізге қарап тұрды да, біз түрлерін дұрыс байқамадық. Кім? Сосын жаңағы марқұм болған Ғайыпбаев Нұрғанат төбелесі келіндер ма деді. Жоқ, ерегеске келіндер ма деді. Мен тұрдым да, жоқ, ерегеске келген жоқпыз. Не істейміз? Біз шалмыз ғой дедім. Мен шалмын ғой дедім. Біз магазин келдік дедім. Шал емес сияқтысың, қатарлас сияқтымыз ғой деді. Сосын мен тұрдым да айттым, қай жылғы боласыңдар деп едім. Ол 94-тің деді. Сосын мен тұрдым да, сен үлкен екенсің деп магазинге кіріп кеттік.